Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика пәнінің 68-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы геометриялық фигураларды салу. Бүгінгі сабақта сіздер торкөз параққа геометриялық фигураларды салуды үйренесіздер. Оқулықты ашып, номер 1 есепке назар аударайық. Бұл жерде дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелерді белгіле дейді. Ең алдымен дәптерге 4 қызыл, 4 көк, 4 күлгін нүктелерді пайдаланып, 3 тіктөртбұрыш сал дейді. Бұл жерде нүктелер берілген. Енді осы нүктелерді қосайық. Ең алдымен көк түсті нүктелерді қосып, бірінші тіктөртбұрышты салып алайық. Одан кейін қызыл нүктелерді қосып, екінші тіктөртбұрышты салайық. Күлгін нүктелерді қосамыз да, үшінші тіктөртбұрышты саламыз. Тіктөртбұрыштарды салып болғаннан кейін, енді қызыл тіктөртбұрыштарды көк және күлгін түсті тіктөртбұрыштармен дәл келетіндей етіп, қай бағытта жылжыту қажет. Яғни мына қызыл түсті тіктөртбұрышты көк түсті тіктөртбұрышпен дәлдестіру керек. Ол үшін біз қызыл түсті тіктөртбұрышты үстіне қарай жылжытамыз. Сол кезде дәл келеді. Енді қызыл түсті тіктөртбұрышты күлгін түспен сәйкестендіреміз. Ол үшін біз ағат тілімен аударсақ, күлгін түспен дәл келеді. Екінші есепке назар аударайық. Бұл жерде де нүктелер берілген. Дәптерге суреттегідей әр түсті нүктелерді белгілеп аламыз. Одан кейін 3 қызыл, 3 көк, 3 жасыл, 3 күлгін нүктелерді пайдаланып, 4 бұрыш салу керек. Бұл жерде қызыл нүктелерді қосамыз. Бірінші 3 бұрыш пайда болды. Одан кейін көк нүктелерді қосамыз. Екінші 3 бұрыш пайда болды. Жасыл нүктелерге түзулерді жүргіземіз. Үшінші 3 бұрыш пайда болды. Және күлгін түсті нүктелерді қосып, төртінші 3 бұрышты шығарамыз. Енді қызыл 3 бұрышты көк, жасыл және күлгін түсті 3 бұрыштармен дәл келетіндей етіп, қай бағытта жылжыту қажет. Бұл жерде біз қызыл түсті 3 бұрышты сағат тілімен айналдырсақ, барлық фигуралармен дәл келетін болады. Келесі үшінші есепте торкөз параққа өзің құрастырған алгоритм бойынша тіктөртбұрыш сал дейді. Бұл жерде номер 1, номер 2 есептерді негізге ала отырып, осындай алгоритм құрастырасыздар да, торкөз дәптерге тіктөртбұрышты сызып шығасыздар. Келесі есеп номер 4. Бұл жерде тікбұрышты, үшбұрыштың қалай салынғанын түсіндір, фигураларды тіктөртбұрыш шығатындай толықтырып сал. Бұл жерде қызыл түсті 3 бұрыш берілген. Енді осыны қалай салынғанын түсіндіріп шығайық. Бұл жерде 1, 2 есептесек 3 нүкте саламыз. Оларды 3 түзу арқылы қосамыз. Сол кезде 3 бұрыш пайда болады. Енді осы 3 бұрыш және трапециядан біз тіктөртбұрыш шығарамыз. Ол үшін біз не істейміз? 3 бұрышқа 2 түзу жүргізу арқылы біз тіктөртбұрышты шығардық. Трапецияға 3 түзу қосу арқылы біз тіктөртбұрышты шығардық. Келесі 5 есепте түрлендір деген тапсырма берілген. Бұл жерде 6 дециметр 2 сантиметрді біз сантиметрге түрлендіреміз. Неге сантиметрге? Өйткені ең кіші өлшем бірлік бұл жерде сантиметр болып тұр. Ең алдымен түрлендіру үшін біз 6 дециметрді сантиметрге ауыстырамыз. Бұл есепті шығармас бұрын ең алдымен есімізге түсіреміз. 1 дециметрде бізде 10 сантиметр бар. Яғни біздің 6 дециметріміз 60 сантиметрге тең. 60 сантиметрді 2 сантиметрге қосқан кезде 62 сантиметр шығады.
Яғни бұл есептің жауабы 62 сантиметр. Келесі 5 метр 1 дециметр. Бұл жерде біз 5 метрді дециметрге түрлендіреміз. Ол үшін тағы да есімізге түсірейік. 1 метрде 10 дециметр бар екен. Яғни 5 метрде бізде 50 дециметр бар. Енді 50 дециметрді 1 дециметрге қосқан кезде 51 дециметр шығады. Бұл есептің жауабы 50 дециметр. Осыны дәптерге жазып алайық. Келесі 6-шы есепте теңдеу берілген. Осы теңдеулерді шешейік. Бірінші теңдеу С мен 35-тің айырмасы 27-ге тең. Бұл жерде С бізде белгісіз сан. Біз бұл жерде белгісіз санды табу үшін 35-ті 27-ге қосамыз. 35 пен 27-нің қосындысы 62-ге тең. Енді бірінші мысалды біз сызықтың астына көшіреміз, бірақ белгісіз санның орнына шыққан санды қоямыз. 62-ден 35-ді азайтқанда 27 шығады. Енді тексерейік. 27 тең 27 есебіміз дұрыс шықты. Келесі 64 пен b-ның қосындысы 100-ге тең. Белгісіз b-ны табу үшін біз 100-ден 64-ті азайтамыз. Азайтқан кезде 36 саны шығады. Енді осы белгісіз сан 36-ны белгісіз b-ның орнына қойып қосамыз. 64-ке 36-ны қосқанда тең 100 шығады. Енді тексерейік. 64-ке 36-ны қосындысы 100-ге тең. 100 тең 100. Теңдеу теңесті. Есеп дұрыс шықты. Келесі номер 7. Бұл жерде кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Бұл жерде қалай есеп құрастырамыз? Бұл жерде конькидің суреті берілген. Мысалы, дүкенде коньки сатылды. Бірінші күні 23 коньки, екінші күні 47 коньки сатылды. Қалды 14 коньки. Енді дүкенде барлығы неше коньки болды? Неше коньки болғанын табу үшін біз ең алдымен бірінші күн мен екінші күнге сатылған конькидің санын табамыз. Ол үшін 23 пен 47-ні қосып 70 санын шығарамыз. Енді егер сатылған конькидің саны 70 болса, дүкенде 14 коньки қалып тұрса, екеуін қосқан кезде 84 шығады. Яғни дүкенде 84 коньки болған екен. Енді бұл есепті басқаша қалай жазып шығарамыз? 23 пен 47-нің қосындысына 14-ті қосамыз. Жауабы 84 шығады. Бұл жерде бірінші нұсқаны да қолдануға болады, екінші нұсқаны да қолдануға болады. Келесі 8-ші есепте тағы да торкөзді парақ берілген. Бұл жерде төмендегі алгоритм бойынша фигура сал дейді. Бірінші, дәптерге торкөз сызықтары қиылысқан жеріне бір нүкте белгіле, яғни мына қиылысқан жерге бір нүктені саламыз. Бұл бізде бірінші нүкте болып табылады. Келесі, осы нүктеден төмен қарай 7 торкөз санап, екінші нүктені белгіле. Бірінші нүктеден астына қарай, төмен қарай, яғни 7 торкөз санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұл бізде екінші нүкте. Енді келесі, екінші нүктеден оңға қарай 7 торкөз санап, үшінші нүктені белгіле. 7 торкөз санаймыз. 3, 6, 7. Бұл бізде үшінші нүкте болады. Келесі, үшінші нүктеден жоғары қарай 7 торкөз санап, төртінші нүктені белгіле. 7 торкөз санап, төртінші нүктені белгілейміз. Белгіледік. Енді осы нүктелерді бір-бірімен қосып, фигура шығару керек. 1 мен 2, 1 мен екінші нүктені қостық.
Одан кейін 2 мен 3, 2 мен 3-ті қостық. Одан кейін 3 пен 4-ті және 4 пен 1-ті қосу арқылы біз төртбұрыш фигурасын шығардық. Осыны дәптерге сызып аламыз.